Ашылғанына көп бол қоймаған Назарбаев университеті әлден-ақ адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған жаңалықтар ашып жатыр. Оған бүгін халықаралық университетке барып, еліміздегі ең белді оқу орнының жұмысымен танысқан Нұрсұлтан Назарбаев та көз жеткізіп қайтты. Негізінен болашақ бағдарламасының түлектеріне жасақталған оқу орнының ғылыми қызметкерлері микробиология, биотехнология, биохимия және басқа да көптеген салалар бойынша әлемдік деңгейдегі зерттеулер жүргізеді. Толығырақ тілшіміз Нұрлан Окаұлы баяндайды. Осыдан небәрі 3 жыл бұрын құрылған Назарбаев университеті тәуелсіз қазақ елінің білім беру саласындағы маңдай алды оқу орны. Әлемнің ең таңдаулы білім ошақтарының қатарына қосылуды мақсат қылған университет қазірдің өзіне көздеген межеге сеніммен беттеп барады. Мемлекет басшысы алдымен университеттің жатақханасында болды. Мұнда жастардың тіршілік күйбеңіне алаңдамай, алаңсыз білім алуына барлық жағдай жасалған. Интернет барлығы істеп тұр, локальды сетпен, себебі ол жылдамырақ. Мына жерде мысалы Moodle деген бізде жүйе бар. Осы жүйе арқылы біз мұғалімдермен қарым-қатынас жасай аламыз. Өз мұғалімдермен. Білімі сапалы, біздің студенттер үшін барлық жағдай жасалған. Яғни оқу үшін барлық жағдай. Тек қана оқу керек, сол білімді сіңіруге, сол білімді келешекте қолданарлықтай алуға тырысып жатырмыз. Назарбаев университет халқымыздың өте өжет жобасы. Халқымыздың алға басып жатқан қадамы, яғни инновациялық экономикаға қадам басуы біз үшін үлкен қуаныш. Болашақта біз осы халқымыздың дамуына үлкен үлес қосамыз деп үміттенеміз. Қазір мұнда 1000-нан астам жас білім алып жатыр. Алдағы оқу жылына еліміздің түкпір-түкпірінен және алыс жақын шетелдерден 4000-нан астам талапкер тіркелген. Осында президент студенттермен әңгімелесті. Сендер ең тұңғыш бақытты жастарсыңдар. Тұңғыш түлектерсіңдер осы университетте. Неге бұны жасап отырмыз? Болашақта біз Қазақстанда мықты ел жасағымыз келе ме? Басқа өскен елдермен терезесін жасағымыз келе ме? Өскен елдің, мықты мемлекеттің, нашар мемлекеттің арасындағы тұрған сызық білім мен ғылым. Білім мен ғылымға бет бұрған мемлекет алдымен жастарын тәрбиелейді де, сол мемлекет өсуден өтті. Оны жасай алмаған елдер төменде қалады. Сондықтан оның барлығы үлкен саясаттың мәселесі, болашақтың мәселесі. Оқу орны ең соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен жарақталған. Зертханалардың қайсысына бас сұқсаңыз да, ондағы мамандар бұл кезінде өздері білім алып келген айтулы шетелдік оқу орындарының қай-қайсысынан да кем түспейтінін айтады. Бұл жабдықтардың бәрі Америка құрама штаттарынан әкелінген. Осы жылы және де барлық жабдықтар жаңа, американдық стандарттарға сай. Осындағы құрал жабдықтар деңгейі сол ағылшын елдерінде, Америка елдеріндегі университеттерінің деңгейіне жетеді. Эксперимент жүзінде өте студенттерге берілген материалды қабылдауына өте ыңғайлы. Өзіңіз көріп тұрсыз, көріп параметрлерін өзгертулерге мүмкіндіктері бар. Физиканың басты заңдары, оптика заңдарын меңгеруге өте ыңғайлы материал. Университет тек білім берумен шектелмейді. Мұнда ең күрделі ғылым салалары бойынша зерттеу орталықтары бар. Онда әлемнің ең таңдаулы университеттерінің мамандарымен бірге болашақ бағдарламасы аясында білім алып келген жас мамандар да жұмыс істейді. Алыстан арнайы алдырылған ғалымдардан өзге мамандардың дені өзіміздің жастар. Қайдан оқыдыңдар? Англияда университет колледжінде оқыды, химияда. ақш-та Индиана университеті. Канадада математика. Елге жұмыс істеп жатсыңдар. Біз жастарды шетелге шығарып оқудан бастағанымыз өте дұрыс. Себебі осы университеттің ішінде 100-ден артық профессорлар, оқытушылар, олар болашақ бағдарламасымен дүние жүзінің университеттен келген балалар болып шығады. Негізгі қазір жастарды оқытып жатқан мінекей солар. Бұл білім ордасы жалпы Қазақстанның болашағына жұмыс істейтін болады. Болашақта біз Қазақстанды өркендеген өскен ел жасаймыз десек, ғылым мен технологияға жығылуымыз керек. Ол үшін соны игеретін мамандар керек. Мамандар дайындайтын бірден бір университет осы болу керек. Қазіргі таңда ғылыми зерттеуге көп мән беріп, оған студенттерді тарту жұмыстарын қолға алдық. Сонымен қатар студенттерге кез келген тақырыпқа сынмен қарап, оны жан-жақты талдай білуді үйретудеміз. Бұл өте қажет.
Назарбаев университетінің ашылуы Қазақстан жастары үшін өте үлкен мүмкіндік. Бұл жерде расымен де терең білім береді. Осындай оқу ордасында жұмыс істеу маған ұнайды. Бұл университет жаңа ашылғанмен, егер дәл осы даму қарқынынан жаңылмаса, аз ғана уақыттың ішінде әлемдегі іргелі оқу орындарымен иық тіре салады. Қазірдің өзінде материалдық жабдықталуы бойынша ешқандай дүние жүзіндегі білім орындарынан кем түспейді. Жас ғалымдар зертханаларда студенттерге тәлім берумен қатар ғылыми зерттеулермен де айналысатынын айттық. 40-тан астам ғылыми жоба бойынша зерттеу жасап жатқан олар қазірдің өзінде әлемдік жаңалықтар аша бастады. Ермек Айкенов әріптестермен бірге жүрек қан тамырлары ауруларына шипа болатын амал ойлап тауыпты. Жаңа амал жылдам тәсілмен тың қан тамырларын қалыптастыруға негіз болады. Жылдан жылға ондаған мың адам жүрек және қан тамырларының бітелуінен қайтыс болып жатыр. Біз Назарбаев университетінде бұл аурудың жаңа емдеу әдістемесін ұсынып жатырмыз. Бұл әдістеме діңгектік жасушалар шығаратын ақуыздарды биологиялық түрде ыдырайтын полимермен өңдеп, оны инъекция арқылы, яғни науқастың ишемия болып жатқан жеріне енгізуді ұсынып жатырмыз. Күллі әлем ғалымдарының қолынан келмеген, ең соңғы сатыдағы қатерлі ісік ауруына шалдыққандарды аман алып қалу қазақ жастарының ашқан тағы бір жаңалығы. Комплексный метод. Мы восстановим. Адамның иммунды жүйесін қайтадан қалпына келтіру үшін кешенді әдіс қолданамыз. Біз арнайы емдік заттарды қолдана отырып, ағзаны сауықтырамыз. Мәселен, осы тәсіл арқылы 20 пациентті емдеп шығардық. Олардың бәрі онкоаурулардың 4-ші сатысымен науқастанған болатын. Түрлі жаралардағы вирустарды өлтіріп, оның тезірек бітуіне сеп болатын тәсілде Назарбаев университетінің қабырғасында ойластырылды. Егер осы концепт егер дұрыс болса, онда басқа мынандай, мысалы спидтің несі де сондай концептпен жұмыс жасайды. Ол да бірінші барып теседі, сосын барып ішіне кіріп кетеді. Егер сондай болса, осы мынандай вирустарға гепатит С-ге де осы қолдануға болады. Президент Назарбаев университетінің жанынан арнайы технопарктер ашылатынын айтты. Ғылыми орталықтарда ашылған жаңалықтар осында арнайы сараптамадан өтіп, өндіріске енгізілу мүмкіндіктері де сараланады. Бұл жерде біз ғылыми мамандарды тек қана дайындап қоймай, осы университеттің төңірегінде кәдімгі сол білімді жұмысқа, өндіріске енгізетін орындар болады. Технопарктар болады. Әлгі силиконовый долина деп жатырмыз, басқа дейміз. Дәл сондай ғылымды игеретін, ғылымды өндіріске енгізетін, білімді басқа өндірістерге Қазақстанға тарататын бірден бір оқу орны, ғылым орны, озық өндіріс орны дәл өшір болып табылады. Университеттің түрлі роботтар жасайтын мамандарды даярлайтын бөлімі де бар. Онда сабақ беретін мамандар ақштың әйгілі орталықтарында сезіну, тиісінше қимыл арқылы жауап қату мүмкіндіктері тірі ағзаға неғұрлым жақындатылған жасанды дене мүшелерін жасаған ғалымдар. Қара көздеріміз осы құпияның да қыр-сырын меңгеруде. Оқуға келгендер күні кеше ғана болғанмен, олардың әлден ақ өз қолдарымен жасаған дүниелері баршылық. Это автономный робот, который использует ультразвуковой сенсор в качестве сенсора и объезжает препятствия любого вида. И здесь зашита самая простая программа, когда он просто объезжает любые препятствия. Біз осы топтастарымызбен бірге осы роботты университет ішінде болатын сайысқа дайындап шығардық. Бұл роботтың негізгі мақсаты бөлме ішіндегі навигация. Болашақта роботтар тек қана кинодан ғана көрмей, күнделікті өмірде қолдануға сенімдіміз. Ең бастысы бұған дейін басты түйткілдердің бірі болып келген мәселе. Ғылым қазақша сөйлей бастады. Президент университеті ұжымына қойған басты талаптардың бірі осы екенін ескерсек, ол міндеттің орындалып келе жатқанына осы жерден ақ көз жеткізуге болады. Интеллектуалды мектептерден келіп түскен балалардың дені биыл көп. Ең қуантатыны қазақ мектептерін, қазақ тілінде оқыған мектептерден түскен балалардың мөлшері 46%-ке жетті. Бұл қуанышты жағдай. Қазақ мектептеріндегі оқу білім беру деңгейі жоғары көтерілді деп санау керек, себебі талап өте үлкен бұл жерде. Университет басшылары Назарбаев университетінің түлегі қазақ тілінде емін-еркін сөйлей алмаса, оқу орнының дипломын ала алмайтынын айтады. Тіл жанашырлары жиі айтатын қажеттілік туғызу деген осы емес пе? 3 жыл бойында қазақ тілін, қазақ тарихын, қазақ мәдениетін оқиды. Яғни бала өзінің мемлекеттік тілде, осы мемлекетке қызмет жасау үшін мемлекеттік тілді кәсіби тіл ретінде, бизнес тілі ретінде, шешендік өнер тілі ретінде меңгереді. Бала егер қазақ тілін білмейтін болса, ол мемлекеттік қызметкер дәрежесінде сол тілді меңгермесе, ол университеттен диплом алып шыға алмайды.
Сондықтан да міндетті түрде балалар басқа жоғарғы оқу орындарында, мысалы үшін, 1 жыл оқиды қазақ тілін. Ал біздің Назарбаев университетінде 3 жыл оқиды. Сонда сол уақытқа дейін олар қазақ тілін меңгеріп шығады деген ойдамыз. Назарбаев университетінің кітапханасы Қазақстандағы ең озық академиялық кітапханалардың бірі. Мұнда жастар ғимараттан шықпай-ақ заманауи амал тәсілдермен әлемнің ең таңдаулы ғылыми әдебиеттерімен сусындай алады. Қазірдің өзінде сәулеті алыстан көз тартатын университет құрылысы мұнымен тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақытта түрлі ғылыми орталықтары, жатақханалар, мұғалімдерге арналған тұрғын үйлер салынып, университет кеңейе береді. Қысқасы, бұл маң аз ғана жылда тұтас қалашыққа айналмақ. Бұл қалашықта білім алып шыққан жастар ертең тәуелсіз қазақ елін өркениетпен дамудың биігіне жетелейтін білікті де білімді. Ең бастысы, отанын сүйер азаматтар атанып шығатынына сенім кәміл. Нұрлан Окаұлы, Айдос Меделбеков, Дәулет Исенбаев, Бақытбай Шағанов, Қайрат Мақажанов, Хабар агенттігі, Президент телерадио кешенінің көмегімен.